Сәлем достар, бүгін біз сіздермен барлығымыз білетін мясной салат немесе оливье деп әркім әртүрлі айтады ғой. Соның рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға жазылыңыздар, лайк басып қолдау білдіріп кетіңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар осындай 5 картоп, 3 сәбіз және де 5 жұмыртқа қажет болады. Жақсылап жуып, үстінен осылай су құйып қайнататын боламыз. Су құйғанда көкөністеріміз суға батып тұру қажет, және де міндетті түрде тұз салатын боламыз. 2 қасықтай ас қасықпен осылай отқа қойып қайнататын боламыз. Мінекей мен барлығын дайындап алдым. Жаңа қайнаған картопымызды осылай турадым. Жұмыртқамызды колбаса кубиктап турадым. Және де осындай соленый огурцы және де сәбіз. Енді осының барлығын араластырып, біз салат жасайтын боламыз. Майонезді ұмытпаймыз. Осы три желания майонезімен өте дәмді болып шығады. Және де осындай суынан ажыратылған горох, тұз. Оп-оңай барлығын бір ыдысқа салып араластыратын боламыз. Жаңа жылда өте керемет болады. Кез келген дастарханға, өзіңізге болсын, немесе қонақ күткен кезде жасасаңыздар, негізі ең өтімді салат бұл. Барлығын осылай салып алып араластыратын боламыз. Мінекей мен осылай салып алдым, және осының үстіне горох пен майонезді салатын боламыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар, ал басқа да дәмдеуіштер қажет етілмейді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай өте дәмді салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар.